Қайда барсаң да өзіңмен бірге алып жүресің. Бүкіл өзіңнің қандай екеніңді бәрін өзіңмен бірге алып жүресің де. Қала ауыстырмақшы болып жатады елдер. Жұмыс ауыстырады. Но бірақ та өзің өзгермегеннен кейін, өзіңнің ішкі сезімің, өзіңді қандай болып сезінесің, сонда өзгермегеннен кейін сенің қала ауыстырғаның, жұмыс ауыстырғаның, қашып кеткенің, тығылып қалғаның, үйде отырып алып тыныш отырғаның бәрін өзіңнен айырып ешкіммен сөйлеспей қойғаның ештеңені шешпейді. Өйткені сен ең бірінші өзіңді, ішіңді, ішкі дүниеңді, сезімдеріңді, өзіңнің қандай екеніңді өзгертпегеннен кейін басқа адамдардан басқа қарым-қатынас күту өте сумасшедшая, бас қақпайтын адамның ісі. Басқа адамдардан күту бесполезно. Өйткені сен ең бірінші өзің ішіңнен сезімдерің арқылы ойлайсың, ұстанымдарың арқылы ойлайсың. Одан бір іс-әрекет жасайсың, одан бір нәтижеге келесің. Сондықтан ішіңдегі сезімдерің, ұстанымдарың, үйіңдегі көрген әке мен шешенің бір-біріне деген қылықтары, оның барлығы сенің бойыңа жазылып қалған. Сондықтан соны өзгерту керек. Сондықтан ешқайда қашып кету, қала ауыстыру, мемлекет ауыстыру, бірақ та сен өзіңмен бірге бәрібір өзіңді алып жүресің. Сенің қарым-қатынасың, сенің ішкі сезімдерің барлығы сол дәл сондай іс-әрекетті, дәл сондай ситуацияларды создавать етеді. Сондықтан ең бірінші қашудан бұрын бірінші ойлану керек. Мықтылықты шешу, решала болу, сондай мықты болудан жалықсаң, ешкім ешқашан саған көмектеспесе, әйтеуір мынау өзі шешіп алады, бұл шустрый өзі деп, бәрі саған еркек шора сияқты қарайды. Но бірақ та ол саған бақыт әкелмейді. Сондықтан жазыл, менде тегін консультация бар, жестко разбирать етемін. Содан барып ұғасың, неде екенін, сенің проблемаң.